Ассалаумалейкум баршаңызға. 2020 жылы 10 шілде күні Шыңжаңдағы Алтай аймағының Көктоғай ауданында 3 қазақ азаматы сотталды. Олар Нұрлан Нәбиұлы, Нағыз Мұхамедұлы, Толқын Соғыстайұлы қатарлы қазақ азаматтары бұдан 3 жыл бұрын Көктоғай аудандық қоғам қауіпсіздік мекемесі жағынан ұсталып, содан бері Көктоғай аудандық лагерінде қамалуда. Оларға әсіресе ұлтшылдық, ұлттық бөлшектеуші және отан тұтастығын бүлдіруші деген айыптар тағылған. Дерек көздерінің мәліметіне қарағанда, айыпталған азаматтардың сотталуына олардың Оспан Батырдың тіке және аталас ағайындарының ұрпақтары болуы басты себеп болған. Оспан Батыр Шығыс Түркістанда есімін дәріптеуге, ұлт-азаттық күресінің жетекшісі ретінде көрсетуге, тіпті Оспан Батырдың атын атауға да шектеу қойып тастаған. Керісінше, Қытай коммунистік билік тарабынан бүлікшіл, бандит деп көрсетуге күш салған. Шығыс Түркістандағы терроризм мен діни экстремизмге қарсы күрес желеуіндегі түркітілдес ұлттарды жаныштау саясаты күшейген тұста екіжүзділерді әшкерлеу саяси қозғалысы жүргізілуде. Бұл асыра сілтеу қозғалысы нәтижесінде көптеген ұлтжанды және белсенді түркітілдес өкілдері қудалануда. Осы тұста Алтай аймақтық және Көктоғай аудандық үкіметтік отырыстарда Оспан бандыны түп тамырымен құрту, қалдықтарын аластау деген саяси ұрандар айтылған. Елімізде және шетелдерде өткен халықаралық ғылыми конференцияларда Оспан Батырды тұтас түркі дүниесінің ұлттық қаһарманы ретінде атайды. Бұндай тұлғаның ұрпақтарына жасалып жатқан қудалау тұтас қазақ халқының арасында үлкен дүмпуге, наразылыққа себеп болары хақ. Халайық арнамызға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер. Сіздердің лайк басып, бөлісіп тіркелгендеріңіз біз үшін үлкен қолдау. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.